Сәлеметсіңдер ме балалар? 45-ші сабақты бүгін талқылаймыз. Уақыт әлеміне саяхат. Түбір мен қосымшаның жазылуы. 30-шы жаттығу мәтінді тыңда. Жоғалтып алған күн. Бірде Витяның ағасына досы келеді. Ол бір күрсініп алып, малақайын лақтырып жіберіп, бір күнімді жоғалтып алдым дейді. Дос кеткеннен кейін Витя ағасынан, күнді жоғалтып алу мүмкін бе? Олар бір-бірінен аумайды ғой, деп таңданады. Уақыт мөлшеріне қарай күндердің бәрі бірдей, бірақ олар бір-бірінен жасалған істер мен тындырылған әрекетке байланысты ерекшеленеді деп жауап бере отырып, ағасы ары қарай жалғастырады. Адам баласының пайдалы іс жасамаған немесе көп білуге қажетті ешқандай әрекеттенбеген күні болса, онда ол бос өткен, жоғалып, жоқ санатында есептелетін күн деп аталады. Сол күннен бастап Витя ұйықтар алдында бұл күні жасаған істері, білген мағлұматтары жайында үнемі айтатын болды. Сол әңгіменің соңында бұл күнім босқа кеткен жоқ па? Мен оны жоғалтып алған жоқпын ба? деп сұрайтын болды. Енді төмендегі тапсырмаларды бірге орындайық балалар. Мәтін неліктен жоғалтып алған күн деп аталған? Мәтін жоғалтып алған күн деп аталуының себебі бұл жерде адам пайдалы іс жасамай, ештеңе үйренбей, уақытын бос өткізсе, ол күн жоғалған күн болып саналады. Яғни, уақыт өтіп кетсе де, одан еш пайда болмағандықтан ол жоғалды деп есептеледі. Егер бір күннің ішінде пайдалы жұмыс бітірмесең, онда бұл күніңді босқа өткіздім деп есептей бер. Осы нақыл сөзінің мәні. Бұл нақыл сөздің бізге мынаны үйретеді. Әр күнді мәнді өткізу керек. Оқу керек, еңбек ету керек, жақсылық жасау сияқты пайдалы істер арқылы уақыттың қадірін білуіміз қажет. Уақыт ең қымбат қазына. Оны босқа өткізбеу керек. Біз уақытты тоқтата алмаймыз, сондықтан уақытты қадірлеуіміз керек. Ағасынан, түбірі ағасынан, ол қосымша. Буын тірі жуан. Аға ол жуан буынды, сондықтан қосымшада жуан. Күндердің, түбірі күн, дердің қосымша. Жуан буынды. Баласының, түбірі бала, сының жуан, яғни бала жуан буынды, сондықтан қосымша жуан. Әңгіменің, түбірі әңгіме, қосымша нің жіңішке. Әңгіме сөзінің өзі жіңішке буынды, қосымша да жіңішке. Түбір сөздің соңғы буынымен жуан болса, оған жалғанатын қосымшалар да жуан болады. Адамдардың. Түбір сөздің соңғы буыны жіңішке болса, оған жалғанатын қосымшалар да жіңішке болады. Суретшілер. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, сөйлем құрап жаз. Уақыт жылжиды. Сағат жүреді. Уақыт тез өтеді. 32-ші жаттығу. Сурет бойынша әңгіме құра. Жұбыңа баянда оның құраған мәтініне өз пікіріңді білдір. Бір күні біз сыныппен музейге бардық. Музей ішінде түрлі экспонаттар көп болды. Бізді ең қатты қызықтырғаны үлкен динозаврдың мүсіні болды. Ол өте биік әрі қорқынышты көрінді. Мұғалім бізге динозаврлар бұрынғы заманда өмір сүргенін, кейін жойылып кеткенін түсіндірді. Біз динозаврлар туралы көп мәлімет білдік. Менің пікірім, бұл мәтін өте қызықты. Маған балалардың музейде білім алғаны ұнады. Себебі олар жаңа нәрсеге үйреніп, уақыттарын пайдалы өткізді. Балалар, тапсырмалар аяқталды. Тапсырмалар түсінікті болса, сау болыңдар. Келесі видеоларды көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар.